Добрый день, уважаемые гости и читатели областной юношеской библиотеки имени Жарика Бектурова. Рады вас приветствовать сегодня на нашем эфире в рамках клуба «Достой», посвященной теме национальной традиции казахского народа. Как вы знаете, 2021 год объявлен годом независимости. В связи с этим республиканская акция «Одна страна, одна книга» посвящена 30-летию независимости страны. В рамках этой акции под названием «30 книг 30-летию независимости» для всенародного чтения были выбраны 30 лучших произведений известных казахстанских авторов в области поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и перевода. Также Министерство культуры объявило этот год детского и юношеского чтения в Казахстане. В нашей библиотеке с 20 по 25 апреля проводится неделя юношеской книги. Также в нашем библиотечном фонде вы всегда можете взять почитать книги в области искусства, связанные с традицией казахского народа, и любые произведения ваших любимых авторов. И сегодня мы поговорим о технике изделий декоративно-прикладного искусства казахского народа. Основной составляющей материальной ценности этнокультуры казахов является прикладное искусство. Прикладное искусство – это искусство изготовления бытовых предметов, имеющих утилитарное назначение и вместе с тем отличающих эстетическими художественными качествами. Богатая и разнообразная культура Казахстана всегда являлась благодатной почвой, на которой расцветало такое уникальное ремесло, как коврокачество. Коврокачество – одно из самых древних ремесел казахского народа, уходящее глубоко в историю. Ковры во все времена считалось главным украшением жилища. Также они обязательно включали приданные невесты, дарили самым почетным и уважаемым гостям. Секреты ковроделия передавались из поколения в поколение. И сегодня на наш эфир мы пригласили преподавателя по предмету художественный труд школы-лицея имени Исламия Саттарова города Караганды Касымжановну Риту Еркиновну. Сәлеметсіздер ме? Рита Еркиновна, өзіңіз туралы айтып өтсеңізші. Касымжанова Рита Еркиновна Исламия Саттаров атындағы мектеп лицейінде көркем еңбек пәнінен дәріс беремін. Енді өзіме тоқтала кетсек, мен 1987 жылы орта мектепті аяқтап, Қарағанды педагогикалық институтының көркем өнер графика факультетіне оқуға түсіп, аталмыш пединститутты 1993 жылы аяқтап, білім орта мектептерде оқушыларға еңбекке баулу, сызу және сурет пәндерінен дәріс бердім. Енді қазір еңбекке баулу мен бейнелеу өнері біріктіріліп, көркем еңбек пәні деп аталады. Оқушыларды қолданбалы өнердің қандай түрлерін үйретесіз? Қандай техниканы қолданасыз? Біз мектепте әртүрлі техникаларды қолданамыз. Сіздердің көріп тұрғандарыңыз гобелен, түктігілем, әр жағындағы ол ниткография, жіппен бейнелеу. Соның астың жағыңыздағы көріп отырғандарыңыз ол валяние войлока, жүннен картина жасау, және де джутовая филигрань, жылқының бейнесі, алаша, гобелен. Бұның бәрін оқушылар сабақта, қосымша сабақтарда жасайды, осы жұмыстармен айналысады. Сонымен бумажная пластика, қағаз пластикасы дейді, түрлі түсті қағаздардан жасалған дала көрінісі. Көбінесе біз оқушылар ұлттық тақырыпта жұмыс жасайды. Сонымен қатар
бисерден жасалған жұмыстар бізде өте көп. Бисерден жасалған, ұлттық нақышта жасалған бұйымдар. Кигіз үй көрінісі, отбасы бейнеленген кигіз үйдің ішінде отырған отбасы бисерден жасалған жұмыс. Сонымен қатар оқушылар бізде ши тоқу өнерімен де айналысады. Мына ши тоқу өнері. Ши ол далада өсетін өсімдік, жазда шілде айында тартылып, оны жинап, тазалап, аршып, шауып, содан осылай түсті тоқыма кептерді орап, нобай бойынша тоқып шығарады. Рита Еркінқызы, қазақ халқының қолданбалы қолөнері туралы айтып берсеңіз. Енді бүгін біздің шеберлік сағатымыздың тақырыбы кілем тоқу өнері. Жалпы мақсатымыз ұлттық қолөнеріміздің бірі кілем тоқуды заман талабына сай жаңа сәндік үлгіде тоқу. Қолөнердің тарихына тоқталып кетсек, қазақ халқының қолөнері деп халық тұрмысында қолданатын төл өнерлерді айтуға болады. Өру, тігу, тоқу, бейнелеу, мүсіндеу. Тарихы бұрынғы түкпі біздің ата-бабаларымыз сақтар, ғұндар, үйсіндер заманында қолөнермен айналысқан екен. Көріп отырғандарыңыз археологиялық қазбаларда табылған аққудың кигізден жасалған бейнелері біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырда табылған байырғы сақ ғұн үйсіндерінің қолөнері. Сонымен қатар қоладан құйылған арқардың мүсіні біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда сақтар кезінде жасалған біздің Қазақстан жерінде табылған. Мынау балбал тастарға қарап та айтуға болады, біздің бұрынғы ата-бабаларымыз осындай мүсіндер жасаған біздің Қазақстанның жерінде тұрған балбал тастар. Ер адамның және әйел адамның мүсіні. Осындай балбал тастарға қарап, сонымен қатар бейнелеу өнерде бұрынғы заманнан бері біздің түпкі ата-бабаларымыз бұрынғы заманда да бейнелеу өнерімен таста қашап жасалған петроглифтері. Бұл петроглифтерде о заманда адамдар өздерінің тұрмысын, аңшылығын, аңдарды, тұрмыс тіршілігін бейнелеген. Енді біздің ағаш шеберлері жасайтын, жалпы 20 ғасырдың басынан бастап ағаш шеберлері осындай кигіз үйлердің сүйегін жасаған. Шаңырақ, уық, кереге, табалдырық, босаға, маңдайша және сықырмалы есігін ағаш шеберлері жасаған. Сонымен қатар ағаш шеберлері сандық жасаған. Сандықтар бетіне ұлттық оюлармен безендірген. Асадал кигіз үйдің босағасында тұратын тағамдар сақтайтын жәшік. Сонымен қатар біздің қазақ халқы мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін олар қойдың және түйенің жүнін қырқып, одан жүндерін тазалап, бау басқырлар тоқылған жібінен бау басқырлар тоқылған екен. Міне көріп отырсыздар, басқырлар кигіз үйдің ішінде сәндік үшін және де керегесі мен уығын бекіту үшін пайдаланған. Сонымен қатар зергерлер, біздің зергерлерін жасаған білезік, сырға, сақиналары, қапсырма, шашбау, жақтамалар сәукелеге қажетті бүкіл табақшалардың бәрін сол зергерлер жасайды. Енді кілем тоқудың жалпы мектепте оқушылар өте бұл өнермен айналысуды жақсы ұнатады. Кілем тоқудың адам ағзасына тигізетін әсері жалпы балаларға. Табиғи материалдардың бірі жүн, табиғи материалдардан жасалатын қолөнер жұмысының бірі кілем тоқу. Кілем тоқу адамның дене бітімін дұрыс қалыптасуына, ойлау қабілетінің шыңдалуына, шығармашылық дарындылығын шешу барысында атқарылатын рөлі зор. Бізде қажетті құрал жабдықтарымыз, тоқу құралы,
тарақ, түрлі түсті тоқыма жіптер, қайшы, негізгі жіп және болбай қажет. Енді кілемдегі ою өрнектер және түс ерекшеліктеріне тоқталсақ, әр халықтың, әр елдің қалыптасқан дәстүр ерекшелігіне қарай кілемнің түр түсі ою өрнегі орындау тәсілі әртүрлі болып келеді. Мысалы, түстердің мәні бар. Жасыл түс жаңарудың, гүлденудің, жақсылықтың нышаны болса, ақ түс адалдықтың, тазалықтың, тәртіптің белгісі, қызыл түс жастықтың, сұлулықтың, әдеміліктің, нәзіктіктің, сыпайылықтың нышанын білдіреді. Сары түс уайым, сарғаю, сағыныштың бейнесі, қара түс жағымсыз бейне көрінісі, қоңыр түс жерді бейнелейді. Мынау спектр. Түстер спектрі. Енді қазақтың ұлттық ою өрнектеріне тоқталса, қазақтың ұлттық ою өрнектері 4 топқа бөлінеді. Зооморфтық, геометриялық, өсімдік және космогониялық ою өрнектер. Зооморфтық ою өрнектерде ол жануарлардың, мысалы қошқар мүйіз, жануарлар бейнелейтін ою өрнектер, қыңыр мүйіз, қаз мойын, түйе табан, сол сияқты. Өсімдікке гүл жапырақ, үш жапырақ, үш гүл, жауқазын деген ою өрнектер, тағы да өте көптеген ою өрнектер жатады. Геометриялық ою өрнектерге шынжырша, қармақ, тұмарша, ботагөз, космогониялық ою өрнектерге жататын бітпес, шимай, шеңбер, жұлдызша, үш бұрыш, төрт бұрыш ою өрнектері жатады. Мына жерде көріп отырғандар ою өрнектердің, мысалы, түйе табан, түйенің табанын бейнелеген ою өрнек өте күрделі және өте әдемі ою өрнек. Енді мынау көріп отырғандар екінші ою ол құс қанаты. Құс қанаты өзі белгілі тұмсығы, қанаты өзіне айтып тұр, құстың қанатына ұқсап тұр. Қошқар мүйіз, қошқардың басымен мүйізі бейнеленген. Мына көріп отырғандарыңыз жаңағы өсімдік, жануарлар және геометриялық ою өрнектер. Енді біздің бүгінгі шеберлік сағатымызда гобелен тоқимыз. Гобелен тоқуға арналған құралдар ол бұрын баслис және ботлис деген құралдар болған. Баслис құралы ол қабырғаға 30 градусқа еңкейтіліп қойып тоқылатын құрал. Ботлис ол өзі тігінен тұрып, өзі аяғы бар, солай тұратын құралды ботлис дейді. Енді кілем тоқу барысында жалпы айқаспа түрлеріне тоқтала кетсек, айқаспа түрлері сумахалық, египеттік, геордос, есенна айқаспалары жатады. Біз бүгінгі шеберлік сағатымызда геордоспен және палас айқаспасымен кілем тоқимыз. Енді кілемді тоқымастан бұрын біз арнайы құрал жасаймыз. Жасалған дайын құрал. Бұл құралға біз шеге қағамыз. Біз жалпы оқушылар бізде осындай құралға пайдаланады. Өзі оңай, жеңіл және де өзімен алып жүруге де болады. Бұл құралдың екі жақ шетіне шегелер қағылады. Тағы шегелердің арасы 5 мм ара қашықтықта. 5 мм ара қашықтыққа қағылады. Дағы оған негізгі жіп керіледі. Негізгі жіп мықты болуға тиіс, үзіліп кетпеу үшін шегелерден. Егер ол үзіліп кететін жағдай болса, оны жіп қашу деп атайды. Енді кілемді тоқымастан бұрын біз через одну дейді, через одну сызғыш өткіземіз. Сызғышты қағаздан жасаймыз да, через одну өткіземіз. Одан оның болашақ гобеленіміздің эскизін саламыз. Эскизін құралдың теріс жағына бекітеміз дағы. Ол бетіндегі, қағаз бетіндегі суретті негізгі жіпке маркер арқылы түсіріп аламыз дағы. Сонымен тоқуды бастаймыз. Ең алдымен шынжырша тоқылады. Содан кейін негізгі айқаспалар тоқыла береді. Сызғышшаны не үшін қолданады? Сызғышшаны гобеленнің шеті түзу болу үшін қолданады. Және де оны жіпті бастаған кезде раманың шетіне байлақ болу керек, себебі иенін жоғалтпау үшін. Сегодня Рита Еркиновна подготовила нам мастер-класс по коврокачеству.
Рита Еркиновна, огромное спасибо вам, что уделили время, пришли сегодня на наш эфир, провели такой замечательный мастер-класс. И хочу вручить вам от имени нашего директора библиотеки благодарственное письмо. Рахмет. Желаю вам творческих побед. Очень много интересного и полезного сегодня мы узнали на нашем эфире. Желаю, чтобы народные ремесла сохранялись и не забывались, и были достоянием нашей страны. Рита Еркиновна, сізге сөз беремін. Құрметті Бектұров атындағы кітапхананың оқырмандары, сіздерге тілейтінім зор денсаулық, бақыт. Осы біздің кітапханамыздың белсенді оқырмандар болыңыздар. Кітапханамыздың есігі сіздер үшін әрқашан ашық. Келіңіздер, күтеміз. И на этом наша беседа подошла к концу. Всем желаю творческих побед.